Мен бүгін сондай қуанып отырмын. Себебі мен бірінші рет өзіме киім тігіп, көңілім толып, риза болып отырмын. Оның себепшісі Гүлхан ханым. Мен негізі колледж оқығанмын. Ол кезде білмеймін, енді бірінші рет оқыған соң ба, алып кете алмадық па, киім пішуді білмедім, бірақ тігуге жақсы болатынмын. Одан кейін мен оқу бітірдім, жұмыс жасадым. Сосын бір емес екі курс сатып алған болатынмын. Ол екі курстың біреуі нәтижесіз болды, екіншісі орысша қатты прям түсінбесем де алдым, оқыдым, результат болды одан. Тіпті онлайн заказдар алған болатынмын, мен жилетка, юбка тіккен болатынмын. Бірақ өкінішке орай ол курсты өшіріп алдым. Сосын қайтадан сұрауға ұялдым. Кейін біраз уақыт өткен соң мен инстаграмнан Гүлхан ханымды көріп қаламын, тіркеліп сразу балалар курсын сатып аламын. Балалар курсын сатып алғанда екі ұлыма двойка тігем. Ол деген сразу бір дегеннен тіккеннен әдемі шықты. Оны балаларым уже 2 жыл киді. Одан кейін ересектер курсын сатып алып, бірақ оны ашып оқыған жоқпын, ештеңе тіккен жоқпын. Просто сатып алып қойып қойдым, өзіме керек деп. Одан кейін былтыр ол кісі көйлек курсын шығарды. Прям маған керек нәрсе дедім да. Оны да сразу сатып алдым. Сонымен әне қараймын, міне қараймын деп жүргенде, короче, маған заказ түсті. Сонымен енді жаңағы двойка жақсы шыққан соң мен сразу сенімді болдым да, сразу ол кісіге жарайды деп келісіп, бір көйлекке заказ түсті, корпоративке киемін деп. Сосын ол көйлекті ұнатып, жақсы шықты, и ол кісі қайттан тағы бір көйлекке заказ берді. Сонымен мен 4-5 күннің ішінде 2 көйлек тіктім. Оның үстіне курсты оқып алдым, нәтижеге көңілім толып, сондай мәз болып риза болдым. Сол қатты қуандым ба, әйтеуір содан кейін көп ештеңе тікпей кеткен болатын. Сонымен араға біраз уақыт салып, бүгін бірінші рет өзіме киім тіктім. Киім болғанда шалбар тіктім. Сонда риза болып отырмын, енді айта алмаймын, қатты қуанып отырмын. Идеальный лекала жасау, киім тігу, сапалы киім тігіп алу өзіңе деген сол нәрсені қатты армандайтынмын. Өз-өзіме қарап риза болып қуанып отырмын. Көп рахмет сізге.